Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Біраз болыпты прямой эфирге шықпағалы, бірақ бүгін біз прямой эфирді Фариза деген менің студентіммен бірге өткіземіз. Бұл эфирде Фариза жақында ғана 7-0 overall 7 балл алды IELTS-тан. Біз, яғни сол Фариза студентімнің тәжірибесімен бүгін сол тәжірибесі туралы сөйлесеміз. Қалай 5-5-тен 7 деген балға көтерді деген сияқты өте көп сұрақтар келді. Солардың барлығына жауап береді деген үміттеміз. Әсіресе доғай сәлем осы видеоны записте көретін оқырмандарыма. Қаны көрейік, Фариза қаяқта екен, осы жерде деймін, Фариза? Иә, осы жерде сияқты. Окей, Фаризаны көріп тұрмын. Фариза, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Я, өте керемет. Құтты болсын overall. 7 балыңыз, наконец-то дегенде. Тағы да өте қатты құттықтаймын шын жүректен. Я, өте үлкен жол жүрілді бұл 7 балды алу үшін. Енді бүгін сол өзіңіздің тәжірибеңізбен жақында тапсырайын деп жатқан бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін тапсыратын оқырмандар, студенттер бар. Қазір өте қатты дайындалып жатқан, соларға өзіңіздің экспириенсіңіз туралы айтып берсеңіз жақсы болар еді. Бірінші біз бастайық, не үшін тапсырдыңыз негізі IELTS-ты? Не үшін керек еді сізге? Мен негізі ағылшын тілі мұғалімі боламын. Сондықтан мен деңгейімді көтеріп, менде сондай мысалы бір жұмыстарға резюме сондай жіберген кезде менде сондай сертификат болғанын қаладым. Енді қазір ол popular ғой. Жалпы кез келген, мысалы кейде part-time жұмыстар жасағым келеді, сондай кезде көп, мысалы мен оған дейін резюме жіберген кезде олар айтатын overall минимум 7-0 деп менен жалпы деңгейімді көтеру үшін. Жұмыс үшін, иә? Жұмыс үшін. Окей. Енді біз білеміз, сіз оның алдында, то есть маған оқуға келмей тұрғанда, сіз студент кезіңізде есімде дұрыс, if I'm not mistaken, 5-5 деген балл болған, иә, сізде? Неге 5-5 болды? Сол туралы кішкене айтып өтсеңіз. Мен студент кезде, ол 2013 жылы, ол кезде біздің IELTS әлі осын қазіргі деңгейде танымал емес, енді басталған кезде. Бірақ бізге магистратураға түсу үшін сол кездің өзінде болған. Егер 6-0 болса, мен тест тапсыруға болады деген. Сонымен мен өзіміз Алматыдағы кітапханаға барып, ол кезде интернет жоқ, кітаптар доступно емес, кітапхана ол Cambridge IELTS кітаптары ол кезде есімде жоқ, 7-8 сол ғана бар ғой. Сөйтіп қойсаңыз. Оны арнайы барып аламыз. Ол кезде ешқандай техника, ештеңе білмейміз, просто reading ба, барлығын оқып шығамыз, сондай алғамыз. Ешқандай мұғалім жоқ, ешқандай guidance жоқ, өзіміз жай ғана былай оқып алып, осылай екен деп тапсырғамыз. Ол кезде енді сондай уақыт қой, енді студент максимализм, мне кажется, өзім тапсырам, өзім қатырам деген сияқты, иә. Енді кейінірек, енді біз білеміз, иә, сіз 2020-да біз примерно бір 2-3 апта, по-моему, дайындалдық. Бірақ ол кезде сізде де жаңағындай розовый очки. Мен мұғаліммін, мен 8 аламын деген сияқты. Мен 7 алу керекпін, сразу 5-5-тен 8-ге секіру керекпін, немесе 5-5-тен 7 алу керекпін деген сияқты. Сондай бір розовый очки болды десем болады, немесе корона деп айтам. Мен обычно мұғалімдерде басында всегда корона болады. Мен ағылшын мұғаліммін, менің даже деңгейім advanced деген сияқты. Сізде сол бірінші келген кезде сіз солай айттыңыз, маған 8 керек, мен 8 алу керекпін, қалай да болсын. Неге сондай ой болды сізде? Мен шын, сіз дұрыс айтасыз, менде розовый очки болды. Сол 5-5, 6-ның төңірегінде жүріп, 8, еще 7-да емес, 8 алғым келетін. Білмей, сол 8 алғым келетін. И ол жерде ойлаймын, менің әлі де опытымның аздығы, деңгейімнің жеткендігі сол маған кедергі болған сияқты. Мен алам деп, то есть менің деңгейім оған жеткен жоқ, бірақ ойым соны қалап тұрды да, екеуінде баланс болған жоқ, сонымен бәрібір де ол деңгейді ала алған жоқпын тапсырған кезде.
Иә. Сол кейін сіз солай айтқаннан кейін мен айттым, иә, сізге Фариза, хотя бы 6-6,5-ға көтеріп алайықшы, сосын 8-ді ойлана береміз деп айтқан тұғым. Сөйтіп біз 2020 жылы примерно бір айдың төңірегінде сіз уже тіркеліп қойғаннан кейін біз әйтеуір тез барлығын әйтеуір 3-4 аптаның төңірегінде дайындалып тапсырдық та, сол кезде тапсырған кезде сіздің деңгейіңіз уже 6,5, иә, 6,5 деген балл болды. Бірақ соның өзінде менің көңілім түскен жоқ. Мен айттым, ол это норм, ол сіздің деңгейіңізге сәйкес келіп тұр. Сіз деңгейіңіз сәйкес келмей, сіз жоғары балды ала алмайсыз. Қанша жерден сіз стратегиялардың, техникалардың бәрін біліп тұрғанмен дедік. Бірақ сол кезде сіздің көңіліңіз түсіп кетті. Сөйтіп, примерно сізде бір жылдың көлемінде біраз кішкене бір 2 айдай жүрдіңіз да, одан кейін сіз жаңағы бала босандыңыз. Сол төңірегінде мен қайтадан дайындалам, я қайтадан мен все-таки арманыма жетем дедім. Бірақ сізге айттым мен, енді 6,5-нан хотя бы 7-ге көтерейікші. Я сөйтіп сондай бір мақсат қойдық. И сол жылда біз примерно, мен есімде жоқ қанша дайындалғанымыз. Бірақ біз дайындалу барысында енді тағы да бір сұрақ туындап тұр. Неге сіз қайтадан сол кезде неге өзім дайындалам деп шешпедіңіз? Неге сіз мұғалімді таңдадыңыз? Менде дисциплина дейді ғой. Дисциплинадан қиналамын да. То есть жаңа ойластырып көрем, қалай дайындалсам екен, өзім дайындалсам екен, оған ақша әлде мұғаліммен дайындалсам екен. Бірақ мен көзім жетеді да, өзім дайындалам десем, ол дайындық бір күні бар болады, бір күні жоқ болады. Отбасылық жағдаймен, жұмыс жағдаймен ол нәрсе қай жерде ойластырылды, сол жерде шыны керек қалып қояды. Бірінші күн дайындалу мүмкін, содан кейін ол қайтадан ұмытылып кетеді. Бірақ дайындалған кезде жаңағыдай уақыт бар, белгілі бір дедлайн бар, сабақтың уақытысы бар, оған дейінгі берілген тапсырма бар. Соны енді мұғалімнен ұялып, немесе айқай-шудан, қырылыстан кейін десеңізші. Сағаттардан соң өзің дайындаласың өзің үшін. Енді талап етуші адам бар, және мотивация беретін адам бар. Соның нәтижесінде. Сол үшін мен мұғалім таңдаймын. Окей. Енді қараңыз, не үшін мені таңдадыңыз, қазір білеміз, иә? Бір айда 8-ге көтеріп береміз не деген маркетинговый хук дейді ғой, өте көп қазіргі таңда. Және IELTS тьютерлардың саны тоже өте көп, иә? Неге мені таңдадыңыз, мені қалай таптыңыз? Және методика, жаңа біздің дайындалу барысымызда, бізде, по-моему, қанша ай дайындалдық біз, Фариза, мен есімде жоқ екен кішкене. Октябрьден бастадық па біз? Октябрьде бір 3-4 ай, иә? 3-4 ай дайындалдық. Январда бізде сет болған жоқ, сонымен кішкене не істеп қалды, сонымен бірақ январдың соңында тапсырдым. Декабрьда да праздниктер көп болып кетті. Иә. Енді сізді таңдаған себебім, мен негізі осы 2017-2018 қателеспесем сізбен сол кезде танысқан болатынмын. Ол кезде ең бірінші онлайн қатысқан курсым, сіздің курсыңыз прокачай свой английский. Жоқ, оның алдында speaking hardcore болды, иә? Иә, speaking hardcore болды. Ол кезде вообще деңгейімді немді айта алмаймын, қорқынышымды, сөйлеуімді, жаңағы speaking hardcore-да менде қатты көп барьер болды. Айта алмаймын, жеткізе алмаймын, ойымды жеткізе алмайтын едім, сөйлеуден қорқып сондай болатын. Содан кейін speaking hardcore-да кішкене онлайнның жүйесіне үйреніп, не істеп, сосын қайтадан жалғастыруды жөн көрдім. Сосын сіздің тағы да курсыңызды сатып алдым. Ол жерде де pronunciation-ға байланысты көп сондай жұмыстар жасалды, кішкене сенімділік пайда болды. Сосын барып IELTS-қа дайындалу деген сияқты идеялар сол кезде енді келген. Сосын бірақ сразу жоқпын мен, арада көп уақыт өтті. Сосын сол кездегі дайындық барысы сізбен ұнады, кері байланыс беру, талап етуіңіз. Ең бастысы сол ғой, ең басты талап етуіңіз жаңағыдай. И тапсырманың орындалуы, болуы, сол жақтары. Және, ой, рахмет. Әрине, ең бірінші очередь. Окей, енді қараңыз, бізде осы жақында тапсырған кезде, сіз overall 7 балл алған кезде, біз белгілі бір жаңағы частьтарға акцент қойдық, мысалға readingге біз часть жаңағы акцент қойдық. Негізі барлығына
бәрін шолып шығуға тырыстық, бірақ көбінесе біз ридингге, жаңағы райтингге кішкене көптеу акцент қойдық. Неге сол частьтарды, мысалға біз қаттырақ, неге соған акцент қойдыңыз? Сол частьтарға именно. Енді ридингға қойған себебіміз енді әдетте мен балды көтерген оңайырақ деп ойлаймыз ғой. Сол себепті ридингда менде қатты қиналатынмын. Бастапқы дайындықта 1,5 сағат, мысалы ридингға берілген уақыт 1 сағат болса, мен 1,5 сағат отырамын. Техникаларын білмей, вообще былайша айтқанда мен ридингді жек көретінмін. Орындасам ана парақтарды, сосын нәтижемді көрсем бүйтіп шашып жіберемін, сондай болатын да, ридингді қатты қиналатын, қарағым келмейтін. Райтинг тоже сондай болатын. Өйткені менде ойлайтынмын, қазақша эссе мен даже қазақша эссе дұрыс жаза алмаймын, менде идея аз, и мен үнемі анандай шаблондар көрсем, соларды жақсы көріп, соларды алып жаттап жүретінмін. Ұзағырақ болса вообще жақсы көретінмін, себебі менде ленс, мысалы 150 болса, мен сол 150-ге жеткізе алмай қиналатынмын да, сосын ана күшті деп соны жаттап жүретінмін. Иә, окей. Акцент қойылды ғой. Иә, сол кішкене сол шаблон туралы айтып өтсеңіз. Қалай шаблонмен жазу дұрыс па екен? Интернеттегі, Гуглдағы эсселерге қарау керек пе екен? Мен бұрын ойлайтынмын, мен эссені жаза алмаймын, ол нереально деп. Бірақ мен жаңағы сізбен жұмыс жасау барысында ғой, шынымен айтқанда мен көзім ашылды. Себебі ол жаңағы 5 шаблон эссе жазу ол реально екен. Соған көзім ашылды. Жаңағы айтып өткенде шынымен мен бұрын ұзақ болса, ұзақ сондай шаблондарды күшті жаттап сөйтіп жүретінмін да. Жаңағыдай көп қой сондай шаблондар. Қолданатын сөздер дейді. Сонымен сізбен жұмыс жасаған кезде бірінші эсселерде солар болды. Одан кейін олардың көзін жою талап етілді. Қалай жазылады, бірге жұмыс істеп. Маған қатты ұнады. Менде райтингда кәдімгідей не болды? Продвижение болды. Болды десеңізші. Даму болды. Алға жылжу болды. Иә, бірақ әлі де сол емес деп қойсаңызшы. Әлі де, конечно. Иә, құдай қаласа. Иә, сол енді қараңыз, қазір көп адамдар дайындалу үстінде, және де көбісінде жаңағы өте үлкен қорқыныш бар. Жаңағы менде де қазіргі таңдағы студенттер мысалға reading, listening жақсы жасайды, speaking өте тамаша, бірақ именно қазір райтингге келген кезде олар енді сондай қарсылықпен кездесіп жатыр, психологиялық қарсылық. Жаңағы мозг, милары мүлдем жазбай ақ қойшы, не қыласың, жазба деген сияқты сондай прям қатты қарсылық болып жатыр. Сол студенттерге не айтар едіңіз? Райтинг ол 25% алады, общий балдың. Соны қалай жеңуге болады? Сіз қалай жеңдіңіз? Мысалы, reading мен listeningда оңайда, былай онша көп энергия кетірмейсің, дайын тапсырмалармен былай істей саласың тест ретінде. Ал райтингға келген сенің ойың қажет, сенің идеяң сол жағынан қиналатын шығар мүмкін. Бірақ айтар едім, сол сізбен бастап, соны до конца жеткізе жақсы нәтиже болады. Сосын Әсел Серкиннің мысалы қандай кеңес айтады, сол кеңесі бәрібір дұрыс келеді. Қандай минус айтады, сол минус дұрыс келеді. Мысалы, менде райтингда сіз айтатыныз үнемі, Фариза, сенде task achievement, то есть қазақша айтқанда лағып кете беретінмін мен. Мысалы, young people деп сұрасам, мен adults деп айтып кетемін, или children'ды айтып кетемін, сондай болатын да. Всегда task achievement ақсайтын менде. Speakingда да сол, кішкене ауытқып кетемін, райтингда да ауытқып кетемін, дұрыс түсінбегендіктен. Енді мысалы біз нәтижесін алған кезде неге тапсырдық қой? Расшифровкаға тапсырған кезде IELTS breakdown score тапсырдық біз. IELTS нәтижесінде менде көрінді. Task achievement-та менде шынымен анау 5-5 па сондай бір жалпы сол тартып кетті да. Мүмкін болар еді, егер мен task achievement-ке дұрысырақ
не істегенде. Ну енді мысалы бірақ соны айтар едім. негізі біз райтингге негізі өте қатты көп Иә, мен өткенде кеше қарағанда көп үлгермедік біз, көп бір қанша эссе жаздық, сондағысы көп болған жоқ, по-моему. Обычно біз ана райтинг интенсивте бізде қыздар өткенде қыздармен санап атсақ, біз примерно 30 шақты эссе жазған екенбіз, оказывается. А біз сізбен даже, по-моему, бесін жазып үлгерген жоқпыз. Біз основной акцентті жаңағы ридинге, листнинге және спикинге бергеннен кейін, по-моему, райтингге біз әйтеуір соңындағы давайте деп әйтеуір жазып сөйтіп үлгерді. Көп жазып үлгерген жоқ, бір 5 шақты шығар. Соның өзінде де біраз енді рекомендациялар берілді. Енді бірақ бұл жерде енді task achievement'те көп қате кететін себебі негізі мынау тапсырманы дұрыс түсінбейді. Көбісі дұрыс түсінбейді. Түсінбегендіктен де басқа тема туралы жазып кетеді. Сол енді үлкен қателік, сондықтан да сол қателікті, то есть тапсырманы жақсы түсінсек қана біз task achievement'тен жақсы балл аламыз деген сөз. Қанша жерден грамматика жаңағы 7-8, лексика 7-8 тағы да сондай болып тұрса да, егер де task achievement'тен төмен болса, ол сразу автоматически бір параграф егер де лақ кетсе, грубо говоря, ол кезде сразу 5 балл, уже 5,5 баллов. То есть 5,5 обычно не ставят, 5 балл енді ол это точно, стопудово. Сондықтан да өте мұқият түсініп, бірінші кішкене болса да пландап алу керек, райтингді түсініп, не туралы мынау деген сияқты, одан кейін барып кірісу керек. Окей, енді қараңыз, сіз білеміз, жаңағы paper based таңдадыңыз, неге? Окей, Фариза айта беріңіз. Paper based таңдадым, себебі мен үлгере алмаймын деп қорықтым, себебі listeningда соңында 1-2 минут қана беріледі жазып үлгеруге. Сон менде темп компьютермен жұмыс жасауда сондай қиындық туады деп ойладым, және райтингда да жазу керек. Мен мультитаскинг және ақсайтта екі жақты жұмыс жасай алмаймын, сондықтан paper based маған, және мен дайындық барысында да жаңа шығарып алып, жаңағыдай keywordстарды бүйтіп сызып, сондай солай жұмыс жасағым ұнайды, сондықтан және тағы айтқым келгені, сіздің берген кері байланыс, болжам жасау ғой жалпы. Болжам жасайсыз ғой, әрбір студент шамамен осы деген сияқты, немесе осындай қателіктер әлі де бар. Сол жалпы IELTS нәтижесінде сол тура келеді да, мен соған сіздің жаңа аналам, болжам жасауыңыз, жалпы көре алуыңыз. Сол студенттерге айтар едім, соған құлақ қағыс салу керек. Розетки тешіп. Розетки тешіп. Дұрыс айтасыз. Рахмет үлкен. Енді экзаменнің кезін, экзамен тапсыратын күні, немесе бір күн бұрын экзаменнің алдында не істеу керек? Экзаменнің алдында бір күн бұрын сол тесттерді ашпау керек, миды тынық ұстаған дұрыс. Енді қобалжымай деген сонымен жаңағы баратын тест орнына ертерек барып, кішкене сол атмосфераға еніп деген сияқты сондай кеңестер берер едім. Енді экзаменнің барысында, экзамен күні болды. Сізде өте, мне кажется, кішкене сіздің жаңа балыңызға әсер етіп кеткені, жаңағы өте қатты қобалжығаныңыз. Неге сонша қатты қобалжыдыңыз, және ол қобалжу негізі балға әсер етеді ме екен? Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз сол экзамен күні? Экзамен күні reading, write, main тест болған кезде менде қатты қобалжу болған жоқ, себебі ол екінші күні. Бірақ уақыт тез өтеді да. Мысалы, ойлайсың ғой, 3 сағат жаңа шаршап қалатын шығармын, мен шаршап қалып дұрыс істей алмай қалам деген. Жоқ, қолым былай еткен reading аяқталып, listening сондай. Ал бірінші күні speaking болған кезде менде қобалжу қатты болды, білмеймін. Бұрында негізі тапсырып жүрмін, сонда да аяғасы сондай болды да. Мен даже тексереді ғой, температураны тексерген кезде мен бетіме қарап күлді да, жаңағы тексеруші адам. Мен неге деп бүйтіп қарасам, жаңағыдай ол жазып отыр ғой, лист жазып отыр. Барлығының температурасы жаңа нормальный, 36-35, сондай. Менікі 35-ке түсіп кеткен ғой, мен қобалжығаннан
тоңып кеткенмін, содан бір өз әлеміме сондай қобалжуға түсіп кеткенмін. Соны күліп, сондай жағдай болған. Енді біз келесі тапсыратын студенттерге, Құдай қаласа, тапсырайын деп отырған қобалжымаңыздар деген рекомендация береміз. Бұл жай ғана экзамен, бұл жаңағы не конец света деп айтамыз ғой. Жай ғана экзамен, сондықтан да жаңа өздеріңізді еркін сезініп, жаңағындай мен қазір бәрін қырып жоямын, мен қазір дәлелдеймін деп көру керек, бірақ енді ондай болып тұрады. Енді экзамен кезінде мен өзім де негізі бұрын қатты қобалжитын тұғым, сондықтан да мне кажется, это нормально. Бірақ енді келесіде ондай болмайды деген үміттеміз. Фариза. Құдай қаласа. Енді қазіргі тағы да сұрақтарға, Фариза, айта беріңіз. Мен ридинг туралы айтқым келген, айттық қой бастапқыда. Ридинг қатты қиналатынмын, мен оны ашқым келмейтін, оқығым келмейтін, көп уақыт жұмсайтынмын. 1,5 сағат бастапқыда мен 1,5 сағат жұмсап жүрдім. Бірақ мен дайындықпен барысында кәдімгідей миымды ашып салған сияқты болдыңыз. Себебі мен уже техникамен бұрында енді онлайн курстарға қатыстым ғой, мен негізі басқа ол дистанционно болды да, бірақ ютубтан қарап, вебинарлар қарап, сондай болды да. Ол жерде менде особо бір прогресс болған жоқ. Бірақ осыда өзіме ридингді техникаларын үйренгенім қатты ұнады. That very sentence-қа бару, тура алу, сол көп уақытты кетірмейсің да. Бұрын мен бәрін оқып алуым керек, сол тұратынмын қай жерде екен деген сияқты сондай бір. Бірақ қазір уже мен қатты қиналмаймын. Молодец. Құтты болсын, еще раз. Енді өте үлкен жұмыс жасалды. Енді мен айтам ғой, всегда IELTS айқай-шумен өтеді. Неге ондай емес, неге бұндай емес, бұлай табу керек деп. Енді оның барлығы бір жаңағы результат болсын деген үмітпен, енді сондай өзіммен щебетильный адаммын, demanding, еще плюс meticulous'пын, поэтому енді маған келген адамдарға не везет. Но енді результат, енді ол обязательно болады енді. Сосын жаңағы тағы да сұрақтардың ішінен, жаңағы кеше сұрақтар жіберген кезде сұрап жатыр, қалай деңгейді сақтап тұрдыңыз дейді. Не жасадыңыз деңгейді сақтап тұру үшін деп сөйтіп сұрап жатыр. Мен осы жерде менде қателік болды да, мен бір дайындалам, сосын жаңағы көңілім толмайды, жаңа розовый очкимен болды, все, тұрмаймын, ештеңе істемеймін деген сияқты болды басында. Или кейде болады, мен ағылшын деңгейімді көтеруім керек деп бір курсты бастаймын. 1-2 ай жүремін да, сонымен қайтадан ол арасында үзіліс болып кетеді да. Үзіліс болғандықтан бастапқы деңгейге түсіп кетесіз. Сондықтан егер дайындалсаңыз, арада ешқандай үзіліссіз, регулярно дайындалған дұрыс. Ол қатты әсер етеді. Және IELTS деңгей деп айтады ғой негізінде. Сіздің деңгейіңіз қандай, IELTS-тан тура сондай нәтиже аласыз. Деңгейіңіз 5-те болып, мен сияқты 8 армандап секіріп кете алмайсыз. Соны айтар едім, регулярно дайындалсын деп. Тағы да үнемі осындай айтып отырмын ғой, курстарға қатысатынмын. Бірінші жаңағыдай сізбен де жұмыс көп жасайтын едім ғой негізінде. Сол. Бірақ деңгеймен жаңағы consistently жұмыс жасалу керек, то есть жаңағы қашып деген сияқты, как будто мұғалімге керек, кейде болады сондай студенттер, как будто бір мұғалімге керек сияқты, жазбайды, жаз деп жалынасың оларға, бірақ жаңағы олар жазғысы келмейді, істегісі келмейді, өйткені олар қиналады. Өйткені опять же зона комфортынан шығу керек, бірақ енді мақсаты анық адамдар, олар ешқашан да жаңағыдай даже жалындырмайды, олар наоборот тағы да беріңізші маған, тағы да тұрады. Сондықтан да яғни жақсы результат алу үшін міндетті түрде деңгейді көтеру керек, деңгеймен айналысу керек. То есть жаңағыдай қазір мысалға сіз 7 алып, ертең тағы да мысалға 7,5 аламын, 8 аламын деп мысалға сондай цель болатын болса, алда енді мұғалім болғаннан кейін біз сондаймыз ғой, біз жоғары балл алғымыз келеді негізі. Конечная цель 8 деп сөйтеміз ғой негізі всегда мұғалімдерге. Сондықтан да олар жаңағыдай всегда өздерінің деңгейлерімен айналысып отыру керек. Қазір егер де мысалға 8 алып, одан кейін мысалға мүлдем ағылшынмен заниматься етпейтін болса, адамның деңгейі сразу бірден түсіп кетеді. Келесі жолы ол сол 8-ді қайталай алмауы мүмкін. Сол
негізі сол үнемі дайындықпен келеді ғой. Сосын түсінесіз, мен уже бұрын сөйтіп айттым ғой, кейде тастап кетемін, кейде қайтадан бастаймын. Мен осы дайындықта түсіндім да, маған сол нәрсе жетті. Үнемі дайындық қажет, регулярно үнемі дайындық қажет. Сол немен келеді. IELTS майндсетті надо немножко сформировать, да, то есть кішкене болса да осознанность болу керек адамда дайындық барысында, иә. То, что бұл маған керек, бұл мұғалімге тіпті керек емес, бұл маған керек. Соны түсінген уақытта ғана белгілі бір нәтижеге жетуге болады, иә. Және де қандай рекомендацияларыңыз бар? Не айтар едіңіз қазіргі дайындалып жатқан адамдарға? Студенттерге не айтар едіңіз? Өзіңіздің экспириенсіңізден. Өзіміздің экспириенсімнан ең бірінші деңгейді анықтап алған дұрыс. Және IELTS-та бар ғой, осынша деңгей, осынша балл алу мүмкін. Соған сенген дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы розовый очки шешіп деген сияқты. Соның хотя бы төңірегінде жүру керек. Деңгейіңіз бүйтіп армандамай мен сияқты. Армандау керек, бірақ кішкене андай реалистичный болу керек армандасаңызшы. 0,5 армандаңыз қосуды. Бірақ слишком жоғары кетіп қалмаған дұрыс. Және регулярность, жаңағы дисциплинаға бағыну керек. Сосын жаңағы IELTS тест, сампл тесттер орнаған кезде өзіңізге қатал болғаныңыз дұрыс, және уақытқа сол жерден тоқтатқан дұрыс. Менде кейде болатын себебі жаңағыдай істей салайыншы деген сияқты, listening тағды салайыншы деген сияқты болатын да. Жаңағыдай өзіңді сөйтіп өтірік алдағандықтан ойлап жүресің, мен 7,5 алып жүрмін, мен 8 алып жүрмін деп ойлайсың да. Бірақ барғанда бәрібір сол өзің деңгейіне түсіп кетесің. Сол нәрсені айтар едім. Иә. Сосын мына жерде сұрақтар қойып отыр екен. Басында деңгей қандай болды? Қазірше дейді. Басында бірінші тапсырған кезінде, деңгей қандай болды бізде? 5-5 болған. 5-5 ол примерно сол интермедиаттың төңірегі, а қазір Фаризаның деңгейі 7, яғни C1, иә? Advanced деңгей. Иә, қазір сондай деңгей. Енді бұл енді лимит емес. Фаризаның алдында, енді Құдай қаласа, мен де өткенде айтып отырмын, сертификат 7.0 сізге өте көптеген есіктердің ашылуына әкеліп себебін тигізеді. Сондықтан да енді білем, алдыңыздан үлкен пландар бар. Құдай қаласа сол пландардың барлығы жүзеге аса берсін, армандарыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіз, Құдай қаласа. Енді тағы да Құдай қаласа, енді күтіп отырмыз ғой, жақсы жаңалықтар. Сол жаңалықтарды Құдай қаласа тойлай берейік, иә. Одан да үлкен жаңағы белестерге жете беріңіз. Енді жаңа өткенде де айтып жатырсыз, енді тағы да келем, маған тағы да көтеру керек деңгейді деп. Енді Құдай қаласа, сол жол, енді бұл даму жолы ғой, бұл даму жолы. Мұғалімдер үшін, мысалға, бұл даму жолы негізі. Даму үшін міндетті түрде осындай бір өздеріңізге челлендж ұйымдастырып тұру керек, иә? Сондықтан да сәттілік сізге. Айтатын болсам, мен бастапқыда енді бәрібір де розовый очки кішкене болады ғой. Мен бастапқыда жет алған кезде тоже ой деген сияқты кішкене қарым-қатынас болды да. Бірақ енді түсіндірдіңіз ғой, это уже C1 деген сияқты. Сосын мен жаңағыдай резюмелерді жіберген кезде уже маған жаңағыдай сразу жұмыс предлагать ету сол сияқты болатын да. И сосын кейін жалпы жетті, ол жақсы деңгей, көп есіктер ашылатынына, және қазір өзімді комфортно сезінемін, сөйлеген кезде бәрібір сертификат болса да уверенность береді. Береді сондай. C1-ның бастамасы ғой енді, бірақ дегенмен де сондай бір уверенность болады, менде C1 жетте бар деген сияқты. Иә. Енді, конечно, сіздің жолыңыз өте үлкен, сонау 2017-ден бастап әлі дамып келе жатыр. Әлі де тоқтамайды деген үміттемін. Енді өткенде де жаңағы Speak Like a Pro деген курсы да қойыңыз, енді кішкене дайындалыңыз десем де, жоқ, мен деңгеймен айналысу керекпін деп қалмай, бүкіл жаңағы жаңадан пайда болып жатқан курстардың бәріне жазылып, соны 100% орындап өтіп жатырсыз. Сондықтан да молодец, так держать. Енді осы көзіңіздегі ұшқын жалын сөнбесін, алға қарай
жаңағы жүре беру керексіз, ешкімге көңіл аудармау керексіз. Жаңағы кім, ой, зачем деген сияқты енді өзіміздің қазақтарда ондай менталитет бар. Не қыласың, соны қоя салсайшы, демалсайшы, болды ғой, жеті бар ғой деген сияқты. Бірақ ондай нәрсеге көңіл бөлмеу керекпіз. Мұғалім болғаннан кейін мұғалім всегда жаңағы талпыныс, ізденіс жолында болу керек, міндетті түрде. Сол керемет енді. Дайындалып жүрген басқа студенттер тезірек жете алар еді деймін да, мысалы тезірек жете алуы мүмкін, бірақ мен просто 2017-тен былай қарай созып жібердім да кішкене. Бір бастап, бір розовый очкем шеше алмай, көңілім қалып, сөйтіп кішкене созып жібердім, бірақ егер тыңғылықты дисциплина бағана отырып дайындалса, одан да тез мүмкіншілік жетуге бар. Дұрыс айтасыз. Әркімнің, сол кейде менен сұрайды, шынымен де, Фариза, қандай, қай уақытта мен жете аламын, осы қазір менің деңгейім өткенде де қыздар жазып жатыр, деңгейім интермедиат, бірақ маған 8 керек деп мен айтарым жоқ, енді не істедім. Мен уже жауап бермеймін ондай қазіргі жаңағы нелерге, сұрақтарға, бірақ жаңағындай нақты өзіне жаңа цель бар адам, деңгейі егер жоғары болатын болса, ол аз уақыттың ішінде өзінің деңгейіне жетеді. 2 айдың ішінде де 3 айдың барлығы келіп сіздің деңгейіңізге, сонымен қатар стратегия, мұғалімнің беретін стратегияларына келіп соқтырады, және де өзіңіздің дисциплинаңыз. Сіз өзіңіз түсіну керексіз, то, что бұл сізге керек, басқа ешкімге керек емес. Сондықтан да дайындалыңыз, мақсатыңызға жетіңіз деген сияқты сондай үндеу ғой бізде. Мен ойлаймын да, өзімнің тәжірибеммен, мысалы, IELTS-қа дайындалған кезде сізде деңгейді ғана көтермейсіз, сонымен қатар адамгершілік жағынан да бір даму болатын сияқты, или жаңағы майндсет па, миың дамитын сияқты. Мысалы, кейбір сұрақтар болады ғой, кейбір сұрақтарға жалпы өзіңнің тәжірибеңнен керек, ол тәжірибе сенде болмауы мүмкін. Әлемнің несіне болып жатқан нәрселермен хабардар болу, соның барлығы кіреді. То есть сіздің майндсетіңіз қатар дамиды тіліңізбен қоса. Outlook, horizon дамиды, соның барлығы расширяться етіледі. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтып жатқан рекомендацияларыңыздың барлығы дұрыс. Енді іліп алатын, тыңдар құлақ болатын болса, осы айтылған нәрселердің бәріне көңіл бөлесіздер. Яғни өздеріңіздің армандарыңызды, мақсаттарыңызға жету үшін үлкен жұмыс жасалу керек екенін ұмытпаңыздар. Жаңа ол деген, енді бірақ негізі өткенде де жаңа статистика қарап отыратын болсақ, нейтив спикерлердің өздері тапсырған кезде 6 балл алады екен. Енді ол 6 балл алады екен. Тапсырса 6 балл алады екен спокойно. Жаңа ойлаймыз ғой, жаңа нейтив спикерлер тапсырса, олар 8 алады, 9 алады деп. Ол не деген сөз? Деңгей қаншалықты жоғары болғанмен, егер де стратегияны білмейтін болсақ, қалай жазылу керек екен, әрбір жаңағы частьті дұрыс орындауды, қалай дұрыс орындау керек екендігін білмейтін болсақ, ол кезде, конечно, бізде кішкене қиындық туындайды. Қанша деген жаңа сайрап тұрсақ та, егер де біз форматты білмейтін болсақ, жаңа IELTS форматын білмейтін болсақ, ол кезде, конечно, төмен балл алу мүмкіндігі өте жоғары, даже егерде сіздің деңгейіңіз адванс болса да. Келісесіз ғой, Фариза? Арина, келсем. Келсем. Міне осындай сияқты сұрақтар болған екен. Тағы да көрейік, мына жерде сұрақтар болып жатса. Күшті дейді, Ұлбике, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Қаншама еңбек қой дейді, біраз адамға үлгі болып отырсыз. Фариза. Так, қара еңбек қой дейді Әсел. Фариза ханым, жарайсыз дейді. Жарайсыз, Фари дейді Бану. Көп еңбек, жарайсыз деп жатыр Лаура да. Мөлдір де жарайсыз деп жатыр. Біздің қыздардың барлығы жазып жатыр. Yes, Әсел сер қызы мейді төңкереді дейді. Енді. Мен осы комментарийға Әсел серіктен мейді төңкереді дегенге. Енді ол топчик. Негізі прямой эфирге самый лучший коммент деген жариялаймыз ғой, өте керемет. Сол мына жерде тағына неше жыл кетті деңгейіңізді көтеруге дейді мияқта Мөлдір. Қысқа жауап берейік, Жаңа айттық қой, 2017-2018 шамамен сол кездері менде IELTS-қа дайындалуым керек деген басталды. 2022-де менің жаңа бір тастап, бір көңілім қалып, бір розовый очки киіп, бір шешіп, уақыт өтіп кетті да, сонымен 3-4 жыл уақыт кетіп қалды. Бірақ енді деңгей көтеру үшін негізі өзі сондай статистика бар, то есть бір деңгейді көтерудің өзі примерно 180-200 сағатты талап етеді. Даже если аптасына 3 рет заниматься еткен күннің өзінде, егерде сіз еще ол мұғаліммен,
үш сағаттан кейін өзіңіз тағы да дайындалмасаңыз, кино көрмесеңіз, подкаст тыңдамасаңыз, статьяларды тыңдамасаңыз, көрмесеңіз, оқымасаңыз, ол кезде ол жеткіліксіз болады. Сондықтан да сол примерно 200 шақты жаңағы hours дейді ғой, жаңағындай оқу керек, сағат болу керек. Сіз 4 айдай ма дайындалдық қой, сол кезде ана жаңа рекламалар шығады, 2 ай дайындал, 1 ай дайындалсаң күшті, сондайларды көрген кезде уже ол өтірік нәрсе кейін көзім жетеді ғой, кәдімгідей. Өйткені мысалы сіз айтып отырсыз ғой, аптасына 3 рет болғанның өзінде уақыт кәдімгідей зымырап өтеді да, пока сабағың болады, сосын үй тапсырмасын үлгерген керексің, сондай уақыт тез өтеді да, уақыт тез өтіп кетеді. Дұрыс айтасыз. Пока деп жүрген кезде уақыт тез өтіп кетеді, сөйтіп уже жаңағы экзаменнің уақыты болып қалады. Сондықтан да уақытты созбай, тыңғылықты айтқан нәрсені орындап жүретін болса, инструкциялардың барлығын нақты орындап жүретін болса, мне кажется, жетістікке жетпейтін адам жоқ. Тек қана жаңағы, енді Фаризаның бір несі, минусы, ол кішкене созып алды, босанды, сондай біраз жаңағы үй соғылып жатты, оның арасында не болмады десеңші. Көп нәрсе өзгерістер, неше түрлі өзгерістер болды. Астанаға көшіп үлгерді Фариза, сондықтан да сондай үлкен өзгерістер болды. Енді соның бәрін әйтеуір, соның арасында 3 баламен, есіңізде мен профессорса деп айтып кеттім, жаңағы кішкентай қызы бар Фаризаның. Әлі қазір неше айлық, ол кезде кішкентай еді ғой, 4 айлық па, 5 айлық па? Ол кезде қазір 11 айлық қой. Қазір енді ол кезде 5 айлық па, сонда бүйтіп қолына ұстап алып, деп сөйтіп дайындалды. Енді әйелдің өмірі сондай шығар. Бәрімен арпалысып жүріп, әйтеуір уақыт тауып, осындай бір жетістікке жетіп отыр. Үлкен рахмет, Фариза, сізге осындай өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліңіз келдіңіз. Мысалы, дұрыс курсты бастаған кезде, мысалы, сізбен жұмысты бастаған кезде дұрыс қарым-қатынаспен өзін осознанно бастау керек қой. Әйтпесе жаңағыдай тастап кетуі мүмкін, сондай. Дұрыс айтасыз. Тәртіпке бағынған құл болмайды, өзім білемін дегенді қоя тұрып, білетін адамның айтқан орындау керек дейді Ұлбике. Дұрыс, өте дұрыс. Мына жерде комментариялар жазылып жатыр. Енді түсінген адам осының барлығын іліп алып, өзі сол жолда жұмыс жасайды, молодец. Сондай үлкен рахмет сізге, Фариза, осындай тез енді өткізіп жатырмыз. Бүгін бір 15 минут деген 40 минут отырмыз. Сол рахмет сізге қатысқаныңыз үшін. Осындай мотивация бол, бүгінгі күннің мотиваторы сізсіз. Сондықтан да осындай мотиватор болатын студенттеріміздің саны өте көп болсын. Еңбек арқылы барлығына жетуге болады деңіз, сол. Рахмет сізге сондай уақыт тауып, сөйтіп қосылғаныңызға. Рахмет, сізге де рахмет, студенттеріңіздің ісінен мені таңдап шақырғаныңызға, бөлісуге. Сізге де сәттілік жұмысыңызда. Мен әлі де сіздің алдыңызға барамын. Жоқ дегенсіз. Құдай қаласа, бұйыртса. Сәттілік сізге, Фариза. Алда өте үлкен, мықты жаңалықтарды күтеміз. Әлі де сізбен соңғы эфир емес деген үміттемін. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз, сәттілік. Рахмет.